жатырсың сен? Қайда дейсің? Свиданияға. Кім сені жіберді? Мамадан сұрандың ба? Мына түрмен қайда бара жатырсың? Бетінде бояу жоқ, үсте анау киіп алған киімін вообще. Толай тұр, олай киінбейсің. Менің гардеробымда кеше күшті киімдер алған. Бәрін жаңаны сатып алдым, соны ұнаған біреуін киесің. Бетіңе мен макияж жасап беретін боламын. Бетіңді жудың ба айтпақшы? Бетіңді жудың ба әйтеуір? Онда қазір мен бетіңе сәл ғана, кішкентай ғана тоналка жағып беремін. Көп жағуға болмайды, онысы бетің аппақ қой сірә. Так. Міне, қолыма істеймін бірінші. Сразу бетіңе жаққаннан көрі. Так, кисточка. Одан кейін спонжбен істеймін. Қазір бірінші бетіңе спонжбен істейтін болсам бетіңе сіңбей қалады. Ана спонжға сіңіп кетеді да. Осыған істеп алайық бірінші кисточкамен. Бірінші кисточкамен жағып алайық. Боянбай қалай барайын деп жүрсің свиданияға? Қайда барайын деп жатсыңдар? Одноклассник дедің ба? Қайда барайын деп жатыр? Қайда барайын деп жатсыңдар? Макдональдс. Күшті. Онда әдемі болып бару керексің ғой. Жақсы болды. Енді спонжбен істейді. Так, спонж. Кішкене қосайын. Жақсы, енді кішкене так румяна. Мынандай кітапша. Мен саған айттым ғой, если боянылмаса маған айт, өзім үйретемін деп. Я жұмыстан кейін үйретемін ғой. Онсыз да кешке келемін жұмыстан. Мен саған қазір үйретемін да. Бірақ енді сен қазір асығып отырсың ғой, қазір көрсетпей-ақ қояйын. Ертең бірақ обязательно үйрететін боламын. Я саған осы неден үйретемін. Уайымдама, бәрін үйреніп аласың. Так, мен сенің көзіңе қазір қоңыр түстен бір молочный цветтен боянып келіп отыр да. Бірінші молочныйдан бастайық. Мындай көзіңнің алдынан жерлерге бірінші молочный цветтен істейміз да. Так, енді қоңырдан. Жақсы, кішкене жылтыр қосқым келіп отыр. Мынандай көзіңнің астына, мына көзіңнің алдына қарай да. Так, оған кішкене қалай. Так, енді бетіңе кішкене румяна жағайық та. Румяна.
Такие рассуждают, это надо их много вместе сахар. Так, рассуждают. Қастығының айналасына жағып шығасың, содан күшті форма көрсетіп тұрады. Косметика деген жетеді ғой. Өйткені боянып үйрене берсең де болады. Маған қарамай сірә мен жұмыста жүріп кішкене қолым босамайды менің. Сол үшін үйде өзің боянып көре берсең болады. Жақсы, болды. Енді так не жетпей тұр, саған стрелка салып берейін да кішкене. Мен саған стрелка жағып беремін, смотри, что береді маған. Эй, душ. Так, стрелка не десесің, бірақ уайымдама, барлығы четкий шығады. Уже біраз болды ғой істеп жүргеніне, сондықтан тез жазып берейін да. Келесі көзіне. Әдемі шықты, әдемі уайымдама. Четко шығады, четко. Әдемі болып барасың ғой, короче. Так, душ. Мынаны же, мынау деген көзге шықпайды. Бірақ андай кәдімгі жігіттің қасында бүйтіп көзің тоқылап қалма, ағып кетеді әйтпесе. Я так. Так, енді ерніңе болмайды, жағаяқты қатты қызыл керек емес енді. Мен саған матовый істеп бергім келіп отыр. Ұзақ тұрады, я. Так, ашық цветтен істе, қатты қызыл керек емес, ернің қып-қызыл болып қалады. Үлкен әйелдер ұзақ қаласын. Лучше кәдімгідей ашық түрін таға бер. Ашықтың өзі кәдімгідей, міне қара, ашықтың өзі кәдімгідей қалың андай бір қою қызатып көрсетіп тұрады. Сол үшін ерніңді кәне демсе. Жақсы. Так, сенде тағы не қалып тұр, қол жібергенді. Так, болды. Енді сені шашыңды жасау керекпіз. Шашыңды жасап берейін. Шашыңды аралып тұр ғой да. Жақсы, онда мен сені қазір бір негізі шашыңды бір қатты бір жайып та қажет емес, кішкене жинап қойғаным жақсы. Соңғы мен қазір саған заколка өте әдемі заколка бар менде. Соны тағып ал шашыңа да. Қара, дәл осындай заколкалер тағып берейін. Біреуін тағып берейін, енді екеуін тақпай ақ қой. Қараш, қандай әдемі. Осыдан саған біреуін тағып берейін, кәне шашыңды жинайын да. Барлығынан да жерде кекілдердің түсіп тұрмасын. Қайсы болып қалады. Одан да бүйтіп жинап тастайық. Кәне, тағам я. Өте болып шықты. Так, киімді киіп ал, я. Так, неше ол сағат, мен қызым қарай жүрейін сағатта. Сағат 7:20 болыпты. Нешеге шақырды? 7:30-ға уж алып кететін уақыт болыпты ғой. Жігіт келетін болды ма? Алып кете ма өзі? Күшті, романтик қой. Жақсы деп алып қайт. Өзім айтамын, уайымдама. Забыл, я. Сосын айтпақшы, сағат